Так, записті қостым. Сабақтарымды мына ютубқа сақтап қойып жүрмін, білесіңдер ғой балалар, иә? Сол жерде несінші көріп алсаңдар болады. Тоже қайталап. Так, мен ноутбугымды зарядкеге қосайын. Так, бізде енді алдымызда мынау наурыз ұбыты бар дедік. Содан кейін бұйыртса 1,5 айдан кейін маусым ұбытылары бар дедік, иә? Солай әрі қарай уже бір 3 айда оқуымыз да аяқталып болады екен ғой. Яғни бүгін көрдім. Бұйыртса. Енді қазір Мен бүгін көрдім. қалай болды, Дамир? Қиын болды вообще. Вообще қиын болды ма? Қазір мен мына жақтан. Мен қарағанда қиын болды. Қанша шықты? 54 алдым. Математика? Математика 20. MC мен не? MC қанша шықты? 4 басымда алып қалдым. Негізі 30-дың төңірегінде жүрулеріңіз керек дәл. Математиканың. Мен экранымды ашып жатырмын, қайсыңызға көріну керек. Сосын көрінген бойдан реттілікпен бастап кетеміз ғой. Так, көрінді ма? Жақсы, көрінсе. Так, Диляра, саған көрініп тұр ма? Ауызбағай, көрініп тұр. Давайте кеттік. Біріншіден бастай бер, Диляра. Аузыма сен түстің енді. Біріншісін қалай шығарамыз, қарасаңдар. Түбір дейді мына жерден. 17 дейді. Түбір дейді, 17 дейді. Еще сыртында тағы да 3 дәрежелі түбір тұр дейді. Қалай істеуге болады мынаны? Біріне кейін еске салып тұрған жоқ па мынау? Калькуляторды мысалы пайдалануға болады, бірақ оны тоже анау бәрін точь-в-точь жазып отыру керек болады да, қиындық болып қалады. Яғни нақты мәнге ие бола алмай қаламыз. Естеріңде болса, азайту, қосу нені беретін еді? Бірдей сандардың азайтуы, бірдей сандардың қосындысына көбейтілген болса. Нені беріп тұр? Былайша айтқанда А азайту Б, көбейтілген А қосу Б ғой. А квадрат минус Б квадрат па? А квадрат минус Б квадрат. Получается, мынаның квадраты азайту керек, мынаның квадраты, дұрыс па? А квадрат минус Б квадрат. Бұл дегенің сонда. Мен мынау дәрежелер бірдей ғой, көрдіңдер ма? Дәрежелер бірдей болса, көбейтіліп тұрса, мен оны сыртқа шығарып жаза аламын. Онда түбір асты 25 азайту. 25 түбір астының квадраты ол 25 болады. А 17-нің квадраты түбір астындағы ол неше болады? 17. Сөйтіп екеуін азайтатын болсаңдар, қанша шығады? Походу 8 ғой деймін, иә? 3 негізді. 8. Так. Қайсысы енді қалай болады? 2 шыға ма одан? Жауап бұдан 2 шығады да. Бұл 8 деген 2-нің кубы ғой міне. А деген әдемі жауап шыға қояды. Так, абзалымыз қосылып жатыр. Жазып ала қойыңдар. Скрин алып не қыла беріңдер, иә, жігіттер, қыздар. Анау уақытымызды құртпай ақ қояйық, сірә ол не қылатын нәрсе ғой. Иә, сақталатын нәрсе ғой. Тез-тездік идеяларды талдап шығамыз ғой. Енді қараңдар, екінші есеп. А куб қосу Б кубқа келетін сияқты да. Бірақ А куб плюс Б кубты жаттамағандар бар болуы мүмкін бізде. Сол үшін мынаны точь-в-точь калькулятормен шығаруға не істейді? Болады. Жақсы ма? 196-ның кубы
қосылған 141-дің кубы деген сияқты бұл точно шығатын есептерді калькулятормен не істей қойыңдар. Шығара қойыңдар. 141 көбейту 141 көбейту 141. Так, оны бөлеміз 337-ге. Сонымен бөлсеңдер 30.661 болады екен. Мен қазір калькулятормен есептеп отырмын мынаны. Азайтылған 141 көбейтілген 196. Так. Мынаны есептесеңдер азайтып қазір. Бір сан шығады нәтижесінде әйтеуір. Мынаны көбейткен кезде, А деген жауап шығады. Азайтамыз онда. Иә. Сол кезде А деген жауап шығады. Калькулятормен есептей бересіңдер енді. Сендерде қолдарыңда бір жақсы калькулятор бар ғой. Калькулятор болмаса, онда амал жоқ. Мынаны не қылуымыз керек, білуіміз керек та. А куб қосу Б кубтың формуласы қалай еді, Абзал? Барсың ба? Не істейміз бұл жерде? А куб қосу Б куб, яғни қысқаша көбейту формуласын білу керек та. Қарасаңдар уже Көбейтеміз. екі есеп Қосамыз. қысқаша көбейту формуласына келіп тұр да. Қалай? Егер бір 196 кубтарының қосындысы болса, ол не деген сөз? Екеуін алдымен тура өзін қайталайсың, қосасың. А қосу Б. Сөйтіп ол таңба ауысып отырады, я? Плюс, минус, плюс болып. Келесіде А квадрат минус АБ болып кетеді, плюс Б квадрат. Сонда Аның орнында 196 тұр, Б'ның орнында 141 тұр. Сөйтіп есептеп кете беру керек болады, ол кезде бәрібір неге келеміз шығаратын санға. Жақсы, калькулятормен есептеген тиімді екенін айттық. Сонда үшінші есепке келейік. Давайте. Нұрбек, естіп тұрсың ба? Саған біздің даусымыз естіліп жатыр ма? Мынада есептейді. Осы жерде BS деген BS, BS міне, мына жер екен. Осының ұзындығын табыңыз дейді. 120 градусқа. Так, жақсы. Мына жер 120 градус екенін айтып қойыпты. Енді ол не үшін тұр деп ойлайсыңдар? Сендерде осылай әрбір тұрған нәрсе подсказкамен тұрады. Мына жерді табуға бола ма? Көкті. Қалай ойлайсыңдар? Артын деп аламыз да 180-нен 120-ны азайтамыз. Дұрыс. Өзен 60 градус. Получается, мынау 60 градус. Мына жер, я? Сонда мына жер бұл жер 30 градус болады. Себебі мынау 90 қосу 60, 150, 180-нен тағы да 150 жасасаңдар 30 градус. Енді бұл бізге нені береді? 90 градус, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысы дегенді береді. Иә? Ол көп келетін теорема сендерде. Яғни 30 градус қайсы? Мынау ғой. Осыған қарсы жатқан катет мынау радиустың жартысын беру керек. Радиустың жартысы. Гипотенуза деп тұрған мынау радиус болып тұр. Ал енді сұрақ сендерде, радиус нешеге тең? Радиус дегеніміз мына жер ғой. Мынау, оның бәрі радиус. Радиусың бірге тең болып тұр да. Сонда бірге қарсы жатқан 30 градус болса, 30 градусқа қарсы жатқан мына жер болса, бұл нені береді сонда? Мен суретін былайынан салайын. Міне. Мынау радиусты беріп тұр да. Мынау 30 градусқа қарсы жатып тұр ғой. Бұл радиус тең 1 деп қояйын. 1-дің жартысы 1/2. Біз айттық. Мынаны табу үшін x салайын. Оны табу үшін Пифагорды қолданасыңдар, я? X квадрат қосу 2-ден 1-дің квадраты тең 1-дің квадраты. Мен оны 1-ден былай жаза берем. 1-дің квадраты азайтылған x квадрат. 2-ден 1-дің квадраты. Ол дегенің 4-ден 1. Тең 4-ден 3 шығу керек. Сонда x квадрат тең 4-ден 3. Түбір алсаңдар, x тең түбір асты 3 бөлінген 2 деп мынау шығу керек. Бұл не? BS қабырғасын береді міне. Мынау BS қабырғасы. Сонда байқадыңдар ма? Біз қазір неше? 3 сабақта өттік. 3-тің үшеуінде ма? Не осы 30 градусқа қарсы жатқан катет және Пифагор дегендер жиі келіп жатыр, көрдіңдер. Сендер оны білу керексіңдер деген сөз да. ОБТ-да ол точно келеді да. Пифагор. Так, енді сұрақ бар ма мынада?
Сұрақ жоқ болса мен келесіге көшейін. Абзал, мынаны шығарайық па, шығармай ақ қояйық па 4-ті? Жүруші оңай сияқты ғой. Чересчур оңай ма? Қысқаша айтып кете салайық. X-тің орнына нешені қоямыз? 3-ті қойып жауабын таба саламыз да. Иә. Оны бәріміз білеміз. Так, келесі. 5-ті шығара бер, Абзал. Ауызша айта бер. Теңдеудегі Y-ті X арқылы өрнекке дейді. Ол деген сөз нені тап деген сөз? 14x азайтқан Y табу керек екен ғой, қараңдаршы. минус 4y. Онда мынаны қалдырайын мен. Минус 4y қылып. Тең не тұр? Минус 4y тең минус 14. 14-ті алып баруым керек қой, бүйтіп 14-ті азайту қылып, иә, мынаны. Минус 14x қылып. Иә. Сонда енді бәрін не істеу керекпін мен? 4-ке бөліп тастауым керек қой. Y тең 15 қосылған минус азайтылған 14. Иә, 15-ті минус 4-ке бөлу керекпін, еще. Минус 14-ті тоже 4-ке бөлу керекпін, да? 4-ке бөлесіз. Так, минус 15-ті 4-ке бөлсеңдер, 15-ті 4-ке бөлсеңдер, минус 3-те 75 шығады екен. Мен оны мынаған қарабай, мен 3-те 75 па, 3,5 ба? Газ. Есепте жібере салыңызшы, қате жіберу мүмкін. Так, 3,5-ды 2-ке бөлсең 14, дұрыс, 3-те 75 сынау. Сосын минуспен тұрады, иә? Минус 4-ке бөлу. Так, мына 2 минус нені береді? Плюсті беріп береді да, плюс 14-ті 4-ке бөліңдер. Сол кезде 3,5x. Сонда плюс 3,5x минус 3-те 75, ол қайсысы? А болмайды, екеуде де минус, Б болмайды. С болады. С болады, иә? Біреу минус, біреу плюс болады. С болады. Келесі. 6-шы есеп. Айтуға да қиын екен, не екен, 6-шы есепті. Y-ті не істейміз? Мына жаққа орнына әкеліп қоя қоямыз. Бағана осындай тапсырма келді. Қосылған 13 азайту 2x дейміз. Дәл Мынау Y-дің орнында тұр. Тең 10. Не болады енді? Қараңдар. Жауаппен қуаласақ та болады екен ғой. А жауабы келе ма? X-ке Y-ті қоссаң 10 шығады дейді. Минус 9 плюс 4. 10 болмайды ғой. Б-да 10 болмайды, иә? Д-да 10 болмайды. 6 болып қалады. С ғана келеді ғой сонда. С болады. Шығармай-ақ жасауға болады екен ғой правильно. Келесі. 7-ші есеп как раз осы интегралды өтіп атқанымыз, иә? Так, біз Әбдібегіміз қайда біздің? Ол қайда жүр? Жақсы. Мұнан бәрін білесіңдер, е? Алғашқы функциясы, давайте. Ауызша айта салыңдар, кім? Абзал барсың ба? Барым. Давайте. 3x 6 дәрежесі бөлінген 6. 6 дәрежесі бөлу 6. Плюс 5 3-ті ұмытпауымыз керек, е? Иә. Ес? Қарап. Ағай сөйлеп жоқ болып кетті. 5x 4-тің дәрежесі бөлінген 4. Сосын минус x квадрат плюс x. Плюс 3x. Так, енді осындай жауапты табайық, давайте. Так, 3x-тің 6. Ондай жоқ қой, 3x-тің 6 дегені. Получается, қысқарған ғой мыналар, иә? X-тің 6 дәрежесі бөлу 2 бола ма? Онда мен А-ны және бұны алып тастаймын. 5x-тің 4 дәрежесі бөлу 4. Бұда да сыда да екеуі бірдей. Мынада ше, 2 мен 2-ні қысқартуға бола ма? Болады. Онда x квадратқа келдік қой міне. Онда бұны ойланбай белгілей бересіңдер да. Түсіндіңдер ме?
болды. Жақсы. Келесі 8-ге келіп қойдық па не мәссаған? 8 давай екен. Шығарайық па еді? Бірінші оқып алыңдар не туралы. Так, цилиндрдің көлемі 675 литр. Ағай, оштық қима ба? Осьтік қиманың, иә. Осы қима деп тұрған енді қиып тастады ғой. Соны айтып тұр да. Иә. Осьтік PR қиманың квадрат көбейту қара, 3. осьтік қимаға параллель қиды дейді бір нәрсені. Сол цилиндрді қиып тастады параллель. Сол қиғаннан кейін екеуі екі жаққа дөңгелеп кетеді ғой, аударылып қалады. Сол бетіндегі фигураның ауданын табу керек қой. Ар жаққа бар ма? PR квадрат па? Дөңгелек емес PR квадрат. Жақындап қалдым. P- Ол үшін O суретін тең көру PR керек квадрат боламыз біз H. бұның. Цилиндрді сызайық. Мынандай ғой цилиндр. Ой, мен қолым қисайып кетті ғой. Цилиндрдің қимасы дегенді қазір айтамыз. Осьтік қимасы және цилиндрдің қимасы. Міне мынау радиустан, яғни диаметрден былайынан қисаң, міне. Мына диаметрден былайынан қиып тастасаң, ортасынан бөліп тастасаң деген сөз ғой енді. Мынадай не шығады? 4 бұрыш шығады, дұрыс па? Бірақ сен осыған параллель дейді. Мен параллельді уже көкпен сызайын. Былайынан көкпен сызайын. Мына жерден қиғанда сонда міне. Иә. Сөйтіп осы кішкентай бір бөлікті қиып тастаған. Сөйтіп оны қисаң енді мынау осьтік қимадан кішкентай бір 4 бұрыш шығады ғой, дұрыс па? Осы қиманың ауданын сұрап тұр да. Ол қиманың ауданы 4 бұрыш болғандықтан А көбейту Б дей аламыз да. Б деп отырған сенің мына жердегі мынау биіктігің, А деп отырғаның сенің мынау 2 радиусың ғой. Мына 2 радиусың ғой. А деп отырғаның сенің бұл жерде 2 радиустың орнында тұр да. Яғни 4 бұрыштың, яғни қиманың несі ғой? Хордасы дейді па, қалай айтайық. Енді бұны қалай табамыз? Бұл негізі цилиндрге байланысты Б мен С-ның ортасында тұрған бір есеп. Яғни Б деңгейлі мен С деңгейдің ортасында тұрған есеп. Бұны қалай шығарасыңдар? Қараң. Тоже цилиндрде болсын, 4 бұрышта болсын, көбінде келетін ол. Яғни 4 бұрышты 3 бұрышқа айналдырып. Пифагор. Біздің Пифагорымыз көбінде келетін. Радиусы қанша екенін тауып алуымыз керек. Мен мына жерге жазайыншы, я. Так. Главное, қима дегенді түсіндіңдер ғой, я. Мен мына формуланы өшіремін да қазір. Есепті заново бастаймын. Так, енді сұрақ, цилиндрдің көлемін қалай табамыз біз? Цилиндрдің көлемін формуласын білмесек, есеп шығара алмаймыз дальше. Бізге не қылмайды? PR квадрат H. Не, геометрия көнбейді бізге. Қалай дедің ауызы? PR квадрат көбейтілген H. Дұрыс. PR квадрат көбейтілген H. Міне, PR квадрат деген ол табанның ауданы, биіктікке көбейтсең не шығады? Көлем шығады. Осы жерден осы тең дейді. Пи жазайық өзін, R-дің квадратын қалдырайық. H 3-ке тең деді ғой, е? Осы 675 пиге тең дейді. Екі жақта да пи бар. Получается, мен R-дің квадратын табу үшін 675-ті 3-ке бөліп тастау керек. 3-ке бөлеміз. 225 бөлінген пи болады. 15-тің квадрат па? Қанша? 15-тің квадраты. 225 па? 225. R-тен 225-тің бөлінген. R-тен 15. R-тен 15 болса, онда біздің мына жақтағы бүйтіп көріп тұрған радиусымыз 15 деген сөз да. Енді содан қанша сантиметр қашықтықта
9 сантиметр 9. қашықтықта параллель қима жүргізді. Кімге параллель? Мынаған параллель. Оған параллель уже қызылды көкпен жазып тастадық қой енді. Көкпен бастап қояйын. Оған параллель міне жерде да. Не? Жаңа көрсеткеніміздей. Осы қызылды табуымыз керек. Ол мынаусы мына жері ортасынан неше? 9 сантиметр екенін көрсетіп тұр да. Сонда біз суретті былай табамыз да міне. Мынау радиусың 15. Былай тұр да. 9 мына жері. Мына жер білмейсің, бірақ мына жерің 15. Мынау x. X дегенім енді мен радиус деп ала салайын. Кішкентай ненің радиусы деп қиманың келесі қиманың радиусы деп ала салайын. Оны табу үшін Пифагор тағы да r-дің квадраты неше? 15-дің квадратынан азайтылады 9-дің квадраты. Сонда r-дің квадраты тең болады не затқа? Мынау 225 болады, азайтылған 81. 81-ді азайтсаңдар қанша анау? 4 пен 144 па? 144. 144 болса, енді сұрақ 144 ненің квадраты? 12-нің. Иә, r тең 12. Сонда біздің ана қиманың несі? Радиусы 12 болып тұр да. Түсінікті ме? Қиманың радиусы. Біз енді бұмен тоқтап қалмаймыз. Мен соңғы шешушіні қарамен жазайын. Мынаны біріктіреміз. Мынаны біріктіреміз. S тең A көбейту B деп бағана жазып кеттік қой. Аның орнына мына қиманың 2 радиусын жазуымыз керек та. Ол дегенің A тең 2 көбейтілген 12, 24 дедік. Ал B ол биіктікке тең деп өзі айттық, иә, бағана айтқанымыз. 3-ке тең. Сонда S-ті табу үшін 24 көбейту 3-ке тең. Бұл 72 ма, походу? Или? 72. 72 сантиметр квадрат болып шығады екен да. Енді бұны осылай қалдырамыз. Жауапқа жеттік. Әрі қарай теңсіздікті шығарыңыз дейді. Так, теңсіздікті ауызша шығара аламыз ба? Не істейміз? 5x дегенің, 5-тен 1x дегенің ол 0,2 ғой, қателеспесем, иә? X-терді жинаймыз мына жаққа. Мынаны мына жаққа жинаймыз, минус қой. Онда мен жазайын, давайте. 2x қосу 0,2x артық 5,125 азайтылған 7,25. Бәрін түсініп отқан шығарсыңдар мынаны, иә? Так, сонда ананы 2-ге қоссаңдар 2,2x артық. Азайтып жіберіңдерші мынаны калькулятормен. Қанша шығады? Минус 2-ден 125. Минус 2-ден 120. Ойбай, 25. 25. X-ті табайық, бірақ қарасаңдаршы, X-те мынада кілең бөлшекпен тұр, иә? Яғни, нақты... Анау 1-2-ні... қысқартуымыз керек деген сөзді. X артық минус, еще минустан болу керек. B-ны сызып тастайсың, S-ны сызып тастайсың еще, иә? Сонда А мен D-ның біреуі ғана қалып тұр да, көрдіңдер ма? Мынауың неше? 2,125 қой. Бөлінген 2-де 2. Мен бүйте қояйыншы мынаны. 2-0 жалғап жіберіп, не? Мынау үшін. Қысқарта салайын. Сонда 2125, мына жақта 2200. Енді қарасаңдар, асты екеуінде де 88 тұр ғой. А мен D-ның, иә? Получается, 2200-ді сен 88 болғанша қысқартуың керек деген сөзді. 2288-ге бөліп жүрсең 25 шығады. Сонда 25-ке қысқарған деген сөзді. Ол үшін сонда не істейсің? Мынаны да қысқартып жібересің қаншаға? 25-ке. 2125-ті 25-ке бөліп жүре қойсаң, 85 шығады екен да. Сонда X артық мына жағың үсті 85, асты 88 шығады екен да. Жауабың сөйтіп А болады екен. Ой, А емес. А болады. Д, иә?
Тұрғанбыз. 85 деген д-да тұр екен ғой. Мен аны белгілеп жүріппін ғой. Так, А болмай, жауап Д ғана болады екен да. Осылай міне. Так, бүгін что-то жай жылжып жатырмыз, көріп жатсыңдар, иә? Ашып беріп жатырмын. Қалған енді есептерді сартылдатып отырып шығарып бастайық. Так. Теңдеуді шығарайық па, шығармайық па? Бәрібір. Ағай орнына қойып тастайын. 3x азайту 12, азайту 4x, азайту 28 тен 13. Мен қандай қате жібердім, кім біледі? Минус 4 пен минус 7-ні көйткен кезде минус 28 қойғыз. Плюс 28 болу керек. Таңбасы оң болады. Осы жерден қате жібермеу керек болады. Так, жақсы. X-терді жинасаңдар, 3x азайту 4x минус x болады. Тең 13 азайту 28 қосу 12 болады. Мен мына жаққа жазып кете берейін. Минус x тең болады. Мынау қанша? 13-тен 28 азайтсаңдар 15 па? Минус 15 па? Минус 15 плюс 12 минус 3 болады. Сонда жауабың x тең 3 болады. Минус дегенге алданып қалмаңдар. Екі жақта да минус болғаннан кейін оны қысқартып жіберуге немесе минус 1-ге көбейтіп жіберуге болады да, жауап Б деп айтамыз. Келесі, мына интеграл табыңдар деп беріпті. Ойбай. Так. Қалай істейміз мына жерде? Айтып жіберіңдер кәне. 3 көбейту 3x квадрат азайтылған 5. X квадраттың интегралын қалай табушы едік? Дәрежесі бірге артады. Дәрежесі бірге 3x квадрат 2 болып тұрса, ол 3 болып кетеді. Астына соған қайталап жазасың. Әріп жоқ болса, қасына x тіркеп жазамыз. Қосылса. Так, мынау x куб деп басталу керек қой, короче. Д ғой. Я? Д ма? 3-тен қысқарады. Так, мынаны есептеп кете берейін мен, я? 5x минус 10y қосылған 3y минус 6 кіші 4-тен. Так, y-тер. Охо, ерекшелікті көрдіңдер ма? Теңдеу жүйесін, яғни x пен y араласқанды бір теңсіздікке сыйдырып беріпті мынау. Так. Мәссаған, мынаны жинап алайық бір жерге. 5x азайту 7y кіші. Мынау минус 6 мына жаққа плюс 6 болады 10-нан. Осы не істеу керек? Орындалу керек. Так. Немесе енді мына жақта абысыны қойып шығасыңдар ғой. Мысалы, аны тексере салайық. X-тің орнына 3 төгіп қоясың дейді. 5 көбейтілген 3 азайтылған 7 көбейтілген 1 кіші 10-нан. Тексерейікші. Мынау 15, 15-тен 7-ні азайтсам 8 кіші ма 10-нан? Болды, аны алып кете бересің. Так. Қалғандар келмейді деген сөз ғой. Тестте бізде бір-ақ вариант бар, мына 12. Так, жақсы, 13. Оқып алыңдаршы бір. Да, басы дұрыс. Бетте. Так, оқып алдыңдар, я? Тетраэдр деген түсінбей отырсыңдар ғой да? Или білесіңдер ма? Пирамида емес па? Дәл өз. Бірақ кішкене өзгерген тұр. Жалпы тетраэдрде барлық қабырғалары тең көп бұрышты айтады. Бұл біздің жағдайда мына жерде енді 4 нүкте нені білдіреді? 4 ұшы бар екенін білдіреді. 4 ұш кімде ғана болады? 4 бұрышта деп қоймаңдар. Неде? Пирамида.
барлық қабырғалары тең осындай міне сөйтіп мен қазір белгілеп шыға салайын. Төбесін D деп белгіле депті. Мына жақ A, B, S. Сөйтіп айтады қараңдар. B, S, кәне. AB және DS қабырғасының ортасы арқылы жүргізілген қима. AB дегенді мен көкпен көрсетіп қояйын. Осымен DS-ның ортасы міне көрдіңдер ме мынаны? Міне, мына жақтан және мына жақтан жүргізілген қима. Ол да не болып тұр қарасаңдар? Былай. Қандай фигураға ұқсап тұр мынау? Көк. Қайсы фигураға ұқсап тұр көгіміз? Айтып жүрсе ғой. Үшбұрышқа ұқсап тұр. Трапеция деген жүріп тастайсың да сонда. Енді сұрақ. Тік бұрышты ма, тең бүйірлі ма, тең қабырғалы ма? Соны анықтауымыз керек, иә? Точно ол тең бүйірлі. Тік бұрышты болмайды. Либо тең бүйірлі, либо тең қабырғалы. Тең бүйірлі. Тоже тең қабырғалы болмайды. Себеп. Мынау Адан мына жерге дейін точканы мен К дей салайын. АК мен тең болады не? БК. Дұрыс па? Себебі ана жақтан да, мына жақтан да несі? Қашықтығы тең, ұзақтығы тең. Енді осы жерде не үшін тең қабырғалы болмайды? Себеп. Тең қабырғалы деген сөз мынау АБ мен тең болып тұр деген сөз. Ал ол АС мен тең. Ал біз білеміз, мына екеуі тең болып тұр. Мынау оның жартысы болып тұр. Ондай болуы мүмкін бе? Ондай болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Жоқ. Себеп біз білеміз. Жартысы болады. Ол фигура не болса, мына қарама қарсы жатқан жері, мына жағы 30 градус. Мынау соның жартысы. Получается, яғни ол тең қабырғалы екенін білдірмейді. Сөйтіп біз тең бүйірлі деп белгілей саламыз жауапқа. Енді 14-ші есепке келіппіз. 14-ші есеп айтады, синус квадрат мынадай, азайтылған косинус квадрат мынадай, осының алғашқысын табу керек. Кім телефонмен сыртта жүр ма, қалай? Нұр дәулетіміз ба біздің? Саламатсыз ағай. Мен көршіп сәбердің сол. Так, жақсы. Мына жерде енді қараңдар. Біз синус квадраттың алғашқысын таба алмаймыз, е? Жеке-жеке. Ондай әлі өткеніміз жоқ. Сол үшін мынау бір формуланы береді. Білуіміз керек, ол қандай еді? Квадраттардың айырмасы жүрсе, ол косинус не? 2х. Бұл тең болады. Косинус квадрат. Осылай еді. Дұрыс па? Енді дәрежені төмендету тригонометрияны пайдалану өтуге болады. Біраз айтылған синус квадратты біраз айтылған косинус 2х дегенге келтіріп деген сияқты. Бірақ мен мынаны теңестіріп аламын. Неге? Тек таңбалары өзгеше болып тұрғандықтан косинус квадрат, бірақ минусты алдына шығару керекпін. 2-ні мынаған көбейтіп беремін. Косинус квадратты ішке өткізіп өшіріп жіберейін. 2х 5. Осы жерден енді біздің интегралды табу керекпіз. Минус косинус нені? 2х бөлінген 5 dx-ті. А мынаны сендер уже барлықтарын білесіңдер де. Косинустың алғашқысы
Косинустың алғашқысы қалай еді? Минус синус. Минус синус па, плюс синус па? Соны ажыратып алайық. Аяқта минус бар, минус синус болады. Сондықтан мына жақта минусы бар болғандықтан минустың өзін жазасыңдар, иә? Синус 2х бөлінген 5. Соңына қосу с деп қана қоя салайын. Бірақ мен бір нәрсені ұмытып бара жатырмын, ол не? Коэффициент, иә? Мына коэффициентті кері төгілдіріп жазу керекпін, кері санын. Ол 5-тен 2 болып тұрса, мына жаққа неше болып кетеді? 2-ден 5 болып кетеді. Ол бізде Б варианты ғой деймін, походу. Я? Б вариант мынау? Б варианты дұрыс. Так, жақсы, келесі 15-ші сұрақтарың теорияға келіпті. Теорияда шардың бетінің ауданы. Шар бетінің ауданы талдап кетейік, давайте. Кім біледі шар бетінің ауданы? Ау? 4 квадрат. Я, S шар беті ол 4 көбейту пи көбейту r-дің квадраты болу керекті. Бірақ мына жерде просто пи r квадрат деп қана не істей қойған, жаза қойған. Ондай болуы мүмкін ба, мүмкін емес па? Мүмкін емес. Так, келесі. Енді шар көлеміне келейік, давайте. Шар көлемі кім біледі, шардың көлемі? 3-1 пи r квадрат. 3-1 ма? Сондай өжім. Көрдіңдер ма? Геометрия бізге формула жаттатқызады да, жаттамасақ көнбейді бізге геометрия. Ол шардың көлемі не деп айтасыңдар? 3-тен 4 көбейту пи көбейту r куб. R деп отырған мұндағы ненің шардың радиусы. Мынау келмейді, көрдіңдер ма? Енді әрі қарай. Бізге не бар? Сегмент бар. Шар сегмент, яғни какой-то бір мынау біз нені тортты жегенде бір бөлігін алып жеп қоямыз ғой, дұрыс па? Соны тура сол ненің сегменттің несін көлемін айтады. Мен ноутбугым өшіп қалайын деп тұр ғой. Енді қосылды. Так, сегмент дегеніміз енді жаңа біздің тілмен айтқанда пирогтың бір несі бөлігі болып тұр, иә? Соның несін табуымыз керек болды? Көлемін. Егер біз қазір сол көлем табу формуласын білмесек, не істемейміз? Мына есепті шығара алмаймыз. Ол ненің көлемінің формуласын мен жаза салайын. Мына жерге көппен жазғаным дұрыс шығар, иә? В сегмент деп қояйын көлемі. Бұл деген сөз пи h квадрат деп не қылады, айтылады. Содан r азайтылған 3-тен 1 h дейді. Осылай табылады. Ондай бізде бар ма? Так, пи h квадрат 3-тен 1. Мынау екен, да? 3-тен 2 емес, 3-тен 1. Әбдібек көкеміз енді қосылып жатыр ғой. Так, жақсы, келесі 16-шы есепке келіппіз. Әбдібек қосылдың ба? Я. Так, давайте. Енді мынаны шығарайық. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын анықтаңыз дейді ғой. Кім мынаны қалай шығара алады? Ағай, өтпейміз ба?
бірінші айнымалысы барларды бір жаққа, сосын екінші жаққа, сосын екі жақта квадраттаймыз, түбірді жою мақсатында. Сосын там x-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат плюс 3 болу керек. Тең 981. Аха. Анау түбірді бір жаққа, 81. сосын нені бір жаққа жинайық дейсің ба, сандарды? Иә. Ол Потом оны кезде жаңа 4 айнымалы дәрежеге кетіп қаласың ғой сен кіргесінде ба? Аха, өте керемет. Так, енді мен Абзалдың ойын бастап берейін мына жерге. X квадрат қосу 3 өздерінің ыңғайсын келтіріп аласыңдар ғой. Тең не дейміз? 3 қосу тудырасыз. 12 азайту 3 азайту x квадрат, иә? Ол дегенің 9 азайту x квадрат дейді. Сосын осыны не істемекшісің кім? Абзал, квадраттамақшысың ба? Иә. Жақсы, егер осы жолмен шығаратын болсаң, дәл қарай былай кетесің. Анықталу обыс алу керек боласын. Мынау 9 азайту x квадрат. Бірінші мынаны айтып алайын. X квадрат қосу 3 ол всегда 0-ден артық болады, дұрыс па? Немесе тең болады. Ой, артық болады точно. Сосын сен мынау 9 минус x квадратың бар ғой, ол 0-ден артық деп алуың керек болады. Потому что мынау 0-ге тең болуы мүмкін емес, түбірден терістен шығуы мүмкін емес, көрдің ба? Анықталу обыс қосу керексің. Ал енді мен жаңа жаңа айнымалы енгізу әдісін айтып жатсың ғой. Мен де сол әдісті мынаны пайдаланып былай істеуіме болады да. Мына жерде x квадрат қосу 3 деп тұр ғой. Соны давайте тең t деп алсам бола ма? Бірдей ғой. Сонда мынау t-ның квадраты болып тұр да. t квадрат қосу t. Ой. Мынау түбірдің астында. Сол кезде кішкене жеңілдеген сияқты болып қалады менің есебім. Тең 12. Әрі қарай мынаны шақырып алып шығара береміз ғой енді 12-ні, иә? Азайту 12 тең 0. D деп табасындар болады, етпен тапсандар болады. 1 қосу 48. Ол деген 7-нің квадраты. Сонда T1 2-ні тапсаңдар. Не істейміз? Мына жақта плюс 1, ол мына жаққа минус 1 болып қалады. Плюс минус 7 бөлінген 2-ді. Қоссаң неше болады? 3 бола ма? Иә. 6-ны 3 азайтсаң минус 4 болады, да? Енді осыны теңестіресің мынаған. Иә. Түбір астында x квадрат қосу 3 тең 3-ке. Мен минус 4-ті алмаймын, себебі түбірден минус шықпайды деп айттық, иә? Енді осыны шығара бересіңдер қарай. X квадрат қосу 3 тең 9-ға. Мынаған анықталу обыстың керегі жоқ та, көрдің ба? Сонда x квадрат тең 6-ға. X тең плюс минус түбір асты 6-ға. Ой, қайда кетіп қалдық? Плюс минус түбір асты 6-ға тең. Не? Бізге осы екеуі не деп тұр? Қос деп тұр еще. Теңдеудің түбірлерінің қосындысы. Неше шығады деп ойлайсыңдар? Автомат жауап беруге болады. Минус 1. Ей? Плюс 6, минус 6. 3 пен минус 1. Жоқ, мына 3 пен мынаған қарамаңдар. Біз әлі x-ке бару керекпіз. Жаңа айнымалы енгізгеннен кейін де. Ол 0 болады. Иә. Жақсы. Так, мына жерде 17-ні тастап кете берейін, иә? Өздерің келтіріп аласыңдар. Анау орындарына қойып шықсаңдар жетеді мына жерден. Иә? Бағана көрсеттім ғой біреу, сол сияқты. 18-ге көше берейік. Алғашқы функция. Ойбай, мына жерде интеграл 3 рет келді ғой. Так, 5 көбейту x-тің 5 дәрежесі, мен оны өзім тауып кете берейін. Косинустың алғашқысы синус дедік, иә? Или минус синуста? Иә. Плюс па, минус? Жоқ, синус. Просто өзі, иә? Минусымыз бар, минус болады. Так, ABCD-ның қайсысы? Плюс. С жауап қосы. С деген, жақсы. Так. И мынау 19 оңай болып кеткен жоқ па? Әлбек тауып істесаңшы 19-ды. Ауызша табамыз да мына.
20 бола ма жауап? 20 ма? Так, не істейміз? X 29-дің квадратынан азайтамыз 21-дің квадраты ма? Мынау гипотенуза ғой, да? 400 Тең x 400. квадрат. 400 болады. Так, x-тен қанша? 400 ба? Иә. Онда ол 400-дің түбірі Жоқ. 20 болады да, онда, иә. Осылай тауып кетеді екенбіз. Жақсы, 20-шыншы есеп. Шектеусіз дейді. Шектеусіз кеммелі, ойбай. Берілгені. Шексіз кеммелі геометриялық деп жазылады негізі. Шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның алғашқы мүшесі 0,7, еселігі 0,1 болса, прогрессияның қосындысы. Давайте, қосындыны қандай формуламен есептеуші едік? Кім айтады маған? Оны білмесеңдер точно, мынада бал жоқ, ұпай жоқ мынада. Ала алмай қаламыз. Кім айтады? Геометриялық прогрессияның шексіз қосындысын есептеу үшін не істейміз? Қайсысы тауып береді екен маған? Асел, Диляра, Әбдібек, Абзал, Нұрбек, Дамир, қайсысыңыз? Таусым естіліп тұр ма? Абзал? Иә. Так, неге үндемей отырсыңдар? Формуланы ұмытып қалдыңдар ма не? Жаттадық па десең далада едім. Деген қалай еді? B1 бөлінген 1 минус Q. B1 деген не? Q деген не? B1 деген алғашқы мүшесі, Дәл U өзі. деген деген- еселігі. Q еселігі. Көрдіңдер ма? Бір формуламен шығатын оңай есеп, 20-шыншы есепке келіп тұр ғой. Так, 0,7-ні бөлесің қаншаға? Мынау 1-ден 0,1-ді азайтыңдаршы, 0,9 ба? Ол дегенің 9-дан нешеті. Бар ма? А емес, так, Б емес, С ғой. Все, көрдіңдер ме? Олай. Ұбт деген жаңағындай сендер ойлағандай не емес та, проблема емес та. Просто тек бір қарап шығу керек боламыз. Мен 22-ні айтпай ақ қояйыншы, я айтуға ұялып тұрмын, мына 22-ні ше. Мына бұның орнына 2-ні қоясыңдар дегенді айтуға ұялып тұрмын ғой. Көшіре салайын да. Қарсы болмасаңдар. Или шығар десеңдер шығарып беремін. Точнее, өздеріңді шығарып. Мынаны қараңдар. А мынадай, Б мынадай. А мынадай, Б деп түсініксіз жазып тастаған. Адам түсінбейтін тілде. Сөйтіп, n-нің нешеге тең екенін тап дейді. Енді сендерге бір білетіндерің бар шығар араларыңда, білмейтіндерің бар шығар. Мынау деген сөз перпендикуляр деген сөз. Түсінікті ма? А Б-ға не болады деген сөз? Перпендикуляр болады деген сөз. Перпендикуляр деген сөз, міне 90 градуспен былайына не істейді деген сөз, қиылысады деген сөзді, арасы 90 градус болады деген сөзді. Ал біз скаляр көбейтінді дегенді білеміз, иә, мектептен. Скаляр көбейтінді не болады? А және Б-ның скаляр көбейтіндісі дегеніміз А-ның ұзындығы көбейтілген Б-ның ұзындығы көбейтілген косинус фи. Осы екеуінің арасындағы бұрыш. Және ол x1 көбейту y1 қосылған x2 көбейту y2 қосылған бүйтіп кете береді. x3 көбейту y3 және не? x4 y4 x5 y5 сөйтіп кете береді. Я? Соны біз скаляр көбейтінді дейміз. Бізде қазір косинус фи деген сөз косинус 90 градус деп тұр да, мына екеуінің арасы. Ал косинус 90-да нешеге тең? 0-ге тең. Получается, мыналардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек деген сөзді. Мен оны астынан қайтадан жазамын. N скаляр көбейтінді деген мынаны 1-ге көбейтесің. Минус 5-ті 4-ге көбейтесің. 2-ні минус n-ге көбейтесің дейді да. Скаляр көбейтінді сол, түсінікті ма? N көбейту 1, қосу минус 5 көбейту 4, қосу 2 көбейту минус n. Осының бәрін жинасаңдар қазір тең нешеге деу керек? 0-ге деуіміз керек соңында. Енді жинайық та айтайық. n азайтылған 20, азайтылған 2n тең 0-ге. Ендерді, так, мына 20-ны мына жаққа шығарып жіберсең n азайту 2n қалады. Ол минус n тең 20.
Ал онда n тең минус 20 деген сөз. Ол жауап с-да тұр дейді да. Так, түсінікті болды ма? Келесі, туындыны көріп қалдым. Давайте, туындыны бірінші шығарып тастайықшы. 25. Мынаның туындысы 0. Мынаның туындысы 8. Бәрін білесіңдер. Себебі А жауап, Б жауап, С жауап бәрінде 8 бар. Енді мынаның туындысын табайық, давайте. Кім тауып береді? Қалай табамыз? X көбейту түбір асты. X-ті қалай табамыз? Бірінші, X бөлінген 2 көбейтілген түбір асты X. X бөлінген 2 көбейтілген түбір... Келмей қалды, ондай жауап жоқ қой. Так, мынаны ұлбыға салсаңдар да болады. Немесе бір дәрежеге бір деге келтіресіңдер. Мынау бірінші дәрежесі, мынау 2-ден бірінші дәрежесі, я? 1 қосу 2-ден 1. Сонда X-тің неше? 2-ден 3 дәрежесі. Енді Y' тапсаңдар, туынды алсаңдар, дәреже құлайды 2-ден 3. Көбейту X-тің несі? 2-ден 1-ден, 2-ден 3-тен азайтасыңдар 1-ді. Бұл 2-ден 1. Сонда мынаның 2-ден 1 ол түбір асты да. 2-ден 3. Жаңа айтқан сол екен мынау. Так, осылай екен. Енді логарифмге келейік өзіміздің. Давайте, қалай шығарамыз мына логарифмді? Логарифмді қалай шығарамыз? Астындағы 2x плюс 1 бөлінген x плюс 3-тің дәрежесі болып бармай ма? Дұрыс. Мынау, міне. 2x қосу 1 деп жазасың, x қосу 3 деп жазасың. Сол тең болу керек кімге? 3-тен 2-нің 1 дәрежесіне. Ол өзім біледі. Енді мына жерде не істейміз? Фотомазға салсаңдар қате болады. Себебі фотомаз ортада көмектеспейді. Пропорция жасайсыңдар да. Мынаны былай көбейтеміз, мынаны былай көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтсең 6x қосу 3 тен 2x қосу 6, е? Мына жердегі мынау. Мына жақта 6, мына жақта 2. Так, норма ұстасаңдар, мына жақта 4 артық болып тұр да, разница тең. Мына жақта 3, мына жақта 6. X тапсаңдар 3-ті 4-ге бөліп беру керексіңдер да. Ол 0,75 походу да. Қателеспесем. Осылай болу керек мынау. 23-ші есебіміз. Енді 24-ке келіп қалыппыз. Теңсіздікті шешіңдер дейді. Бірлік шеңберді өттіңдер ме сендер? Жоқ. Бірлік шеңбер өтпедік пе не? Осындай дейді. Осы жерде тангенс нешеге тең болу керек? 1-ге. Так, енді сұрақ, тангенс қай кезде 1-ге тең болады? Кім айтады маған? 45 градуста ма? 45 градуста, иә. Ол 45 градус, мына 90 градустың жартысы да, міне көрдіңдер ма? Мына жерде. Еще боялады. Міне, мына. Енді осы 45 градустан артық жерлер қай жаққа қарай кетеу керек негізі? Тангенстің жоғары қарай кетті, былай қарай. Бірақ мына жерге келіп ол жауап С бола ма? С емес, себебі 90 градуста тангенстің мәнін білесіңдер ма? 90 градуста. Тангенс деген жалпы мынау ғой. Синус бөлу косинус қой, я? Біз бағана косинус 90-ды 0 деп айттық қой. 0-ге бөлуге болмайды. Онда мына тангенс деген функциямыз осы жерде ғана болады да. Ол дегенің сенің мына x-ің. Мына x-ті тиісті болады. Кімден кімге дейін? Пи бөлінген 4-тен басталады. Плюс пика. Кімге дейін бару керек? Мынау нешеге? 90 градус. 90 градус дегенің пи бөлінген 2 плюс не? Пика. К тиісті бүтін сандарға. Сөйтіп, мынау жай жақшамен жабылады. Себебі
тангенс 90 градуста мәні анықталмайды ғой. Тең болмайды, қабылданбайды да. Сонда А жауапты белгілейсіңдер да. Түсінікті ма? Енді мына жерде мынау x болғандықтан біз оңай болып қалды. 4x болса не болушы еді? 4x болса мынаның бәрі 4-ке бөлініп шығу керек еді да. 5x болса бәрі 5-ке бөлініп шығады. 6x болса бәрі 6-ға бөлініп деген сияқты солай. Негізі енді қос теңсіздік қой, білесіңдер деп ойлаймын оны. Пи бөлінген 4-тен былай x ол кіші неден? Пи бөлінген 2-ден. Біз осылай шығардық. Негізі автоматтық ауызша айтып кете салдық. Так, жақсы, 26-ға келіп біз өткендегідей жасайық па, қалғанын жұмаға қалдырайық па? Контекстпен бірге салыстырулар. Так, жақсы. Көрдіңдер иә мына жақта? Біз не қылып өтіп жүрген? Туынды, интеграл, теңдеу, және не? Логарифм, теңдеу жүйесі, қысқаша көбейту формула бәрі келіп тұр көрдіңдер өздерің. Жалпы ұбт сендер айтқандай, ойлағандай қатты негізі қиын емес. Так, басқа сұрақ бар ма қыздар, жігіттер?